Ya. Olsa yok. Kuyruğunu kan şöyle ol. Yerinde. Söyle var öyle şey var. Kaçıncı sanırım? Balık. Siz suya kavrayamıyorum ben. Şaştıkım var. Balık diye biliyorsunuz. Siz mi şaşalamışsınız? Ay, қайтесің ол. Бүгін специально әбіржіп отырмыз ғой. Кешкісін әбіржіп кешкісін шаштың бәрін дұрыстатып. Қол тимейді, бүгін қол тиіп жатыр. Planın 30 tengесini berip, ananın ақшасын беріп тұрсың. Şey ауыстырасың ба? Уақыт шамай жетіп жатқан еді. Жоқ, Аллаға шүкір жетеді. Шүкір. Просто андай ғой. Жетпейді емес андай. Айтқан уақытында беріп тастай саған дұрыс та просто. Что андай бір-біріне доверие жоғалтпау үшін. Жақсы жетеді ғой, Аллаға шүкір. Жақсы жұмыс істесең, жақсы табасың ақша. Ол үшін өйстіп әбіржуге тура келеді да. Оны әрқайсысын айтып отпайсың ғой, андай екен, мындай екен деп қатал қысап ше. Конечно, барып тұрамын ғой, неге барып тұрмайын? Бала шаға деп жүрген жоқ дейсің. Мына жерде мені түсінгенім короче, байларынан таяқ жейтіндер, байлар ұратындар, сондайлар бар. Негізі негатив жазатындар көрмесеш. Андай байынан құтыламай жүргендер. Байына айта алмай жатқандар маған айтады да короче. Маған айтып ішіндегілерін босатып алады да короче. Как будто мен бай ұқсап ұрса отыр да біреуші. Жақсы.